Ассаламу алейкум, құрметті каналдың тәркөшілер. Мына бүгінгі видеода біздер мындай жаңа екі системден шыққан DVD-ROM, CD-ROM-дарды ашамыз. Ішінде қандай металдар бар, қандай радио бөлшектер бар, соны көреміз. Алла қаласа. Мен уже мына алдын алда шуруптарды бәрін босатып қойып едім. Шуруптарды алып тастап, тек міне мынаны алып. Так, не говорим, что мы здесь видим? А видим мы здесь чипы, SMD конденсаторы, шлейф, алатын заттардан микроконтроллер. Так, мыналарды аламыз негізінде, бірақ құрамында алтыны аз, но все равно алып жинай береміз. Так, мыналар жинаймыз. Так, мына жерде бір клипс сияқты ол қойған. Вот она. Вот она. Так. Так. Соединяем шлейф. Что за тайна, что ли? Много лайков. Так, это отсоединяем. Все. Чип 2, 3 контроллеры, шлейф. Шлейф. Или же они серебряные, или же... А нет, эти позолоченные. Но алтын жалатқан шлейфтер екен. Сарғайып тұр. Оны біз аламыз. Мына жерден қайшымен кесіп сап. Так, мынау ішінде разъем, олар алтын, мынау күміс. Так, сосын міне мынандай білетіндер бар болса. Вот это что за деталь? Кім біледі екен? КМ, похоже на КМ-ку. Но не знаю. Так, мынау моторчик. Ішінде азантай мыс бар. Оны да аламыз. Так, мынау кнопка. Ішінде күміс контакты бар ішінде. Оны да аламыз бұйырса. Так, біреу. Негізінде мынаның ішінде долго морочиться кажет емес. Просто сындырамыз. Айта кететім. Міне вот мынаны алу керек ішінде, потому что себеп мындай алтындар болады ішінде. Оны кейіннен оны ашып до конца көрсетерім. Мынау моторчик, ішінде азғантай мыс бар. Мынауды флопик дейді, оны флопикті біз аламыз обязательно. Мынаның ішінде де азғантай мыс бар. Көрініп тұрған шығар. Мынаның астында. Так, мына біреуін аштым. Пока шетке ала тұрайым. Мына екіншісі. Онда шуруптарды уже бәрін алып тастадым, ағытып алдын ала. Так, темір. Шлейф. Ода сондай система сияқты, мына жерде кішкене клипстер бар екен. Вот она. Так, шлейфтерді ағытайық. Так.
Так, мына жерде не көреміз? Также вот чип. Большой чип квадратный. Вот такой на двух ножках. Так, басқа разъем, алтын разъемдар. Күміс разъем. Және мынандай SMD конденсаторларды көріп тұрмыз. Қоңырларда оның бәрін жинаймыз. Азғантай міне микроконтроллер, ішінде алтындар болады. Міне екі қара төрт бөлшек тұр ғой. Оларды да жинаймыз. Арт жағында түгіл SMD конденсатор бәрін жинау керек. Міне үлкендері. И мынандай кішкентайлары бар. Оларды да жинау керек. Мынау чип, онда аламыз. Так, басқа жоқ ештеңе. Мына жерде нарада көрініп тұр екен. Мына ішінде негізі мына алтын болу керек. Оны мен тоже бөлек ашып, бөлек бір видео жасармын. Мына ішіндегі мына головка дейді ғой. Магнитный. Соны ашып бәрін көрсетермін қалай екен. Құрамында не бар екен. Так, здесь клипсы. Жалко нету его. Жалко жоқ дейді. Так, мына жерде мынандай күміс кнопка. Оны аламыз. Астында мынандай моторчик бар. Так, астында флопик деген, міне мынаның астында. Ішінде азындай мыс бар. Оны аламыз. Корпус темір. Темірге кетеді. Мынау да темір, мынау да темірге кетеді. Так, оны аштық деп айтсақ болады. Екіншісі. Енді үшіншісі. Онда шуруптарды уже ағыттым. Алдын ала. Мынаның ішінде дискі бар екен. Чиптер міне. Шлейптер ағарып тұр. Мысалы, мынау бірінші дисктің CD-ROM-дың мысалы сарғайып жатса, мынау ағарып жатыр. Я мынау палладиевый шлейф, я күміс. Оны енді бірақ тек афинажниктер біледі. Мына екеуі айырмашылығы осы. Біреу ақ, біреу сары. Ешқандай басқа не жоқ. Так, мынақа, мынаныкі. Жаңағындай алдыңғы екі CD-ROM-дікі дей, дәл сондай 3 чип. Там мынау тантал. Мына қара төрт бұрышты, асты ақ мынандай не полоскасы бар, сызығы. Ол тантал ішінде. Мынаның ішінде алтын болады. Мынаның ішінде де алтын болу керек. Жоқ, алтын емес екен, күміс. Мынаның ішінде де тоже күміс болады міне. Жаңағыдай қайтып мынандай разъемдар, алтын, күміс. Так, бір чип. SMD конденсатор, мынандай уақыттар. Осы мінеке, мыналарда мінеке тантал болып тұр міне. Қара мынандай төрт бұрышты қара и сызығы, мына ақ сызығы бар. Ол бәрі тантал. Біреу, екеу, үшеу ішінде. Так, мынау да аламыз. Мынау шлейфтің нелері ғой, разъемдары ғой. Ол да жинау керек. Біреу, екеу, үшеу. Мыналарды да бөлек аламыз. Скользящий головки. Ішінде диск бар екен даже.
Негізінде мен қазір мынаны біреуін ашып көрсетейін, іші қандай екен. Міне біреуін аштым. Міне мынаны бір зат шығару үшін мына полный аштым, сындырып. Ішінде тек қана мен мына затты алмадым. Мынаның астында мыс бар, флопик дейді оны. Мына бәрін жинау керек, аз-аздан жиналады. Так, енді жаңа мінеке мына плавающая головка деп. Мына деген не нужно. Ішінде міне мынандай зат бар, шлейф жинайтын заттардан. Сосын міне мынаның астында мінеке мынандай болады. Міне ол алтын. Оны жайлап шығару керек болады. Міне сарғайып тұрған бұл алтын. Оны жинау керек обязательно. Оның құрамында составта алтын өте көп. Көріп сарғайып тұрған. Мына ножкалер дейді, аяқтар. Аяқтарға шейін сарғайып отыр, ол бәрі де алтын. Оны алғанда мына ішінде мына шуруптар бар. Міне ішінде. Мына шуруптар бәрін ағытып, жан-жақтан шуруптарды бәрін алып тастап, мына зат өзімен сосын шығады. Бүйтіп, сәл тек қағып жіберсеңіз, ол шығады. В общем, мына шлейф. Мінеке мынау. Мына зат атын білмеймін мен, бірақ алтын однозначно. Жаңа мынау енді алюминге кетеді. Мына темір. Алюминий, дюралюмин. Так. Ол болды. Негізінде мына бірінші CD-ROM, DVD-ROM, олар ішінде де дәл сондай мінеке система. Онда отдельно алынады. Оны енді көрсетпек қойым. Мына біреуін аштым ғой примерно. Примерно осындай состояниемен қыласыз ғой. Так, сонымен DVD-ROM, CD-ROM деп ішіне алынатын заттармен көрдік, қарадық. Осы видеоны мен қысқаша қылайын деп, қысқаша қылғым келді. Вроде бы получилось. Енді әртүрлі чиптер қайда табылады, қайдан аласың деп көп сұрақтарды естеймін. Міне мынандай любой техникадан шыға береді ондай заттар. Тек іздеген адам табады ғой. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк. Менімен бірге болыңыздар. Сау болыңыз.